Медитация мама. Денеңізді бос ұстап, көзіңізді жұмыңыз. Терең демалып, ауаны жайлап жіберіңіз. Вдох, выдох. Өзіңізді еркін ұстаңыз. Толық релакста болыңыз. Басыңыздың басынан бастап аяғыңыздың ұшына дейін босаңсып отырыңыз. Көз алдыңызға туған үйіңізді елестетіңіз. Өзіңіздің өскен үйіңізді елестетіңіз. Туған жер, туған үй, балалық шақ өткен жылы орын. Өзіңіздің 5-6 жас шамасындағы жасыңызға еніңіз. Туған үйдің есігінің алдында бауырларыңызбен күлкісімен шулап ойнаған дауыс естіледі. Есіктің алдында күлімдеп анаңыз қарсы алды. Далада күн жарқырап тұрғанмен анаңыздың көңілі жабырқаулы екенін сезініңіз. Ақырын басып жанына жақындаңыз. Қатты құшақтап, жып-жылы қолдарын алып. Мама, маматай, алтын анашым, асыл анам. Жүдеген жүзіңізді қалай жадыратамын, мама. Күйбең тіршіліктен шаршаған сізді қалай көтеремін, мама. Анашым-ай, асыл маматайым-ай, немқұрайлығымды, көңіл бөлмей бөтендей болған тас жүрегімді кешірші, анашым. 9 ай көтеріп, 9 күн көтеріп, толғақтың ащы дәнін сезіп, қиналыспен мені мына жарық дүниеге әкелгеніңе рахмет, мама. 62 тамырыңды идіріп, ақ сүт беріп, асырап баққан анашым-ай, алтын анашым-ай. Маған өмір сыйлап, жарық дүниеге әкелгеніңе рахмет, мама. Маматай, жүрегіңді суытқан қыстың ызғарындай әкемнің қатал мінезін кешірші, мама. Тағдыр қанша тоңдырса да, мені жылытқан, мына маңдайымнан сипаған ыстық алақаныңнан айналайын, мама. Жадыраған жүзіңе, қамқорлығыңмен, кең пейіл, таза, маған деген ниетіңе, бейнетіңе, ақ батаңа шексіз рахмет айтамын, мама. Тіршіліктің, бала-шағаның барлық жүгін арқалап, қаншама қиналсаң да, қақайып тұрған қайсар анашым-ай. Тағдырдың тәлкегі қанша сындырса да, мойымаған батыр анашым-ай. Еркелеп, жүрегіңе сыз түсірсем де, кешірші анашым. Балалығыммен, шалалығыммен көп нәрсе түсінбесем, кешір мені, мамажан, кешір мені, маматай, кешірші мені, анашым. Осы сөздерден кейін еліп барып, ананың құшағына еніңіз. Жүрегіңізден шыққан ана мейірімін сезініп, өзіңіздің кішкентай сәбидей кезіңізді елестетіп, анаңыздың ыстық құшағына еніңіз. Ана жүрегінен шыққаныңызға, өз жүрегіңіздегі анаға деген махаббатыңызды қосып, үлкен жап-жарық шарды нұрға айналдырыңыз. Сол шардың ішінен бүкіл ата тегіңіздегі әйелдер желісіндегі апаларыңызды, тәтелеріңізді, әпке сіңлілеріңізді, әжелеріңізді барлығында көріңіз. Олардың ішінен сіз танитыны да бар, танымайтыны да бар. Көрген, білген, естіген барлық апаларыңызды сізге сүйсіне қарап тұрған көріңіз.
Осы әйелдер желісінің ең жоғарғы жағында ата-бабаңыздың басындағы ең басы анаңыз тұр. Түп анаңыз тұр. Әппақ кимешекпен тұрған әп-әдемі анаңыздың сұлулығына, сүйкімділігіне, мықтылығына, ептілігіне, сымбаттылығына таңырқай қарап, анам, анашым, түп анам, мен келдім саған. Осы дауыспен қолыңызды созып, көмектесші маған, ана, көмектесші маған, түп анам. Менің бойымда сенің қаның бар. Көмектесші маған, деп қолыңызды созыңыз. Сонда сіздің түп анаңыз. Келе ғой айналайын. Қорықпа құлыным, жаным, алтыным, ботам. Тағдырдың белестеріне сүріне құлап жеттің бе, жаным, жарығым. Неге шаршап жүрсің? Көтер қане басыңды, көтер қане еңсеңді. Биік ұста, езілме, биік бол, құлама, жылама. Қолыңды жай жаным, ақ батамды берейін саған, айналайын. Ғасырлар түбінен саған ақ батамды берейін, құлыным. Тәңірім айларыңа бақыт әкелсін, жылдарыңа шаттық берсін, күндеріңе қуаныш әкелсін, түндеріңе жұбаныш берсін. Өркенің өсіп, тұқымың жайылсын, шаңырағың биіктеп, кереген кеңейсін, басыңа бақ қонсын, ниетің ақ болсын, жақсы жайсандар жаныңда болсын, ақ дастарханың мәңгілікке тоқ болсын. Жеті ұрпағыңа дейін жамандық көрме қызым, құлыным, айналайын. Әумин. Анаңыздан бүкіл аналар желісінен алған ақ бата бойыңызға дарып, бір нұрланып, керемет энергияны сезініп, тағы да бір терең демалыңыз. Өзіңіздің жатырыңызды елестетіңіз. Ішіңіздегі бүкіл жамандық, негатив, өкпе, реніш төмен қарай ағып бара жатқанын сезініңіз.